Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін баклажан икрасын жасаймын. Оған керек помидор, сәбіз, перец, пияз, баклажан, қант, тұз, чеснок, 2 штук, аштобұрыш және укроп. Ең алдымен сәбізді түркіден өткізіп аламыз. Мен осындай болды. Одан кейін пересін турап дайындап аламын. Баклажанын турап, тұзымен араластырып, кішкене аштылығын кетіреміз. Сосын пиязын турап аламыз. Одан кейін пияз пен сәбізді әдемілеп қуырып аламын. Одан кейін помидорын саламын. Одан кейін қуырып аламын. Одан кейін баклажанын салып, осындай баклажановый икрасы шығады. Мен каналыма